Ассаламағалейкум достар. Кәсіпкердің 21 әдеті 8-ші күн және де 8-ші сабағы бүгін. Бүгін уақытты қалай бағалаймыз? Осының төңірегінде сөйлеспексіміз. Уақытты қалай дұрыс бағалау керекпіз? Осы жайында сіздер қалай ойлайсыздар? Уақыт деген баршамыз білетіндей өте маңызды ресурс. Бұл өзіміздің бағыт бағдарымызды айқындауға және де мақсатымызды айқындауға көмектесетін өзімізді бағдарлау соның бір маңызды бір бөлігі. Маңызды уақыттарға уақыт бөліп, әрбір уақыттың қадірін түсіну өте маңызды достар. Сол үшін де уақытты дұрыс бағалайық. Уақытты бағалаудың тағы да бір әдістері алдында біз сіздермен жоспарлауды үйрендік қой. Осы жоспарлауды кейінге қалдырмау, уақытында орындау сияқты өте бір маңызды бір дүниелер бар да. Кейбір адамдар кейбір кездерде қағазға жазып аламыз. Бірақ на самом деле істелінбейді. Ол неге істелінбейді? Сіздің бір нәпсіңіз бе екен, жалқаулығыңыз бе екен, осыны істетпейді. На самом деле біз көп нәрсені мен көргенмін өзімнің оқушыларымның арасында да. Мынандай блокнот алып шығады ғой. Мәке, мен 10 курс оқығам дейді, бит 10 курс. Бірақ айтам, сіздің нәтижеңіз қайда сонда? 10 курсқа қанша ақша құрттыңыз? 5 миллион, 10 миллион құрттым дегендер бар. Бірақ нәтижеңіз қайда? Нәтижесі жоқ. Жалпы білімді мен жаман деп айтпаймын, бірақ та біз кейбір кездерде өз басымнан білемін, оқыған курстарымызды бағаламай қаламыз. Әрекетке бармай қаламыз. Тәуекелге бармай қаламыз. Сол бір настойчивость деген нәрсе бар ғой. Біз өзіміз табандылықты танытып, түбіне дейін жүрмей қаламыз. Кияның бір 8 философиясы бар. Соны да бір ойлап тұрсам, бір дұрыс деп ойлаймын да. Оларда мысалы бір икигай деген нәрсе бар. Өзіңді өзің тану. Және де екіншісі кайдзен дейді. Үнемі жақсарып тұру. Және де анау орталарындағын бәрін айтпай қояйын. 8-шісі олардың сол бір философиясының бір маған өте бір қатты өткені. Мына маңыздысына қарай назар аударып, мына нюанстарына қарай бермеу. Кітап кету керексіз де, просто ойланбастан, миды қатырмай, қиындатпай, просто бастап кету керексіздер, достар. Қандай мәселе болса да, мен де мысалы Ерік мырзамен жаңағыдай екі адам біз тауда мына жерде демалып жүрдік. Иншалла, мына жер поля босап қалды аяқ астынан. Орындықты қойдық та, түсіреміз өтті, бастап кеттік. Мен сіздерге дәл осы жерде курсты түсіріп отырмын. Достар, сол үшін қиындатудың ешқандай қажеті жоқ. Бастайтын нәрсені бастап кетсеңіз, өте керемет болады, достар. Сол үшін де уақытты дұрыс бағалап, дұрыс кезде әр нәрсені қолдана білетін болсаңыз, ол сіздерге, наоборот, плюске, өздеріңіздің өмірлеріңізде әрқашанда плюске жазылатын болады. Жалпы достар, менің Ерік Абылай деген досым айтпақшы, бастау үшін бастау керек. Достар, уақытты дұрыс бағалауды қалай қалыптастыруымыз керек, қалай ойлайсыздар? Сіздер өз өмірлеріңізді өздеріңіз басқармайтын болсаңыздар, онда естеріңізде болсын, сіздің өмірлеріңізді басқа біреу басқаратын болады. Сондықтан өз өмірлеріңізді өз қолдарыңызға алыңыздар. Өмірі, ал жәнегі қалай қабылдау керек десем, мына тиімді жоспарлау жайында бізде сабақтар болды ғой. Сол бойынша қиындатпай отырыңызда, әлі де жоспарламаған болсаңыз, онда анау бірінші сабаққа барыңыз да, сол бірінші сабақты қайта қараңыз, тиімді жоспарлаңыз, және де соны орындаңыз, және де кейінге қалдырмаңыз, өз өміріңізді контрольге алыңыз, жалқаулықты алып тастаңыз, біріншіден, уақытында орындау әдетін қалыптастырыңыз. Сол кезде ғана сіз кәсіпкерлік әдетті қалыптастыратын боласыз. Біз ана үйде отырып қоя саш, нете саш деген сияқты нәрсе болмайды. Мен мысалы кеше үйге кірдім. Мысалы сіздерге бір ғана мысал келтірейін. И просто су ішкім кеп тұрды. Кухняға барып су ішкім кеп тұрды. Мен айттым, мәке, сен су ішпейсің дедім де. Неге, өзім неге деп сұрақ қойған кезде, сенің бітпеген жұмысың бар. Мына спальныйда көрдің ба, заттар шашылып жатыр, мынаны жина. Содан кейін саған тапсырма, дәрет аласың, намаз оқисың. Содан кейін мына жердегі бір заттар тұр, мынаны алып тастайсың.
И өзіме 4 тапсырма бердім, кем дегенде 30 минуттық. Егер де мен телефон қарайтын болсам, онда мен 3 сағат па 2 сағат телефонға қадалып қалам да. Үйге кірген кезде сразу телефонды аудардым да, ана телевизордың жанына ма бір жерге қоя салдым, алысқа, ауаша, балалардың қол жетпейтін жерге. Бірақ жәнегі, содан кейін тағы да бір өзіме айттым, суға кітабын ала бар депсе. Сол кезде су ішіп отырған кезде мен 2-3 бет кітап оқып неметтім де. Сонда 30 минуттың ішінде мен жәнегі 4 жұмысты жасап тастап, және де су ішіп 3 бет кітап оқыдым. Сонда қараңыз, сіз енді өміріңізді сіз салыстырыңыз. Ал сіз не істейсіз? Өз нәпсіңізге еріп кетесіз бе? Әлде өз-өзіңізді қинап, өз-өзіңізді тізгіндеп, осы тапсырманы орындағаннан кейін барып нәпсіңді қандырасың ба? Деген дүниені орындайсыз ба? Сіз де осыны ойлаңыз. Осыны ойланатын болсаңыз, сіз міндетті түрде осы дүниені өміріңізде кәсіпкердің 21 әдетінің бірі қылып қалыптастыратын боласыз. Уақытты дұрыс бағалау жайында сіздерге үй тапсырмасы. Уақытты дұрыс бағалау деген бағанағы мына сабақта берілгендей ғана емес. Уақытты дұрыс бағалау деген сіздің отбасыңызбен бөлген уақытыңыз болуы мүмкін. Ол өзіңізге бөлген уақытыңыз, біліміңізге бөлген уақытыңыз, отбасыңызға бөлген и так далее. Уақытты дұрыс бағалауды сіз өзіңіз қалай түсінесіз? Солай әрқайсымыз түсінеміз. Енді мынандай тапсырма сіздерге уақытты дұрыс бағалау дегенді сіз жалпы өзіңіз қалай түсінесіз? Өміріңіздегі уақытты сіз өзіңіз қалай бағалайсыз? Осы жайында жазыңыз, осы жайында саралаңыз, осы жайында тапсырманың ішіне жазып шығыңыз. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін.